Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге осындай морковный салаттың ең сәтті әрі тез дайындалатын рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына қалдырып кетемін. Ең алдымен сәбізді өткіштен өткізіп аламыз. Орам жапырақты кубик қылып тураймыз. Және де қиярымызды видеодағыдай турап аламыз. Чеснок қосып, және де тұз қосамыз. Сұйық май қосып, араластырамыз. Негізі шынында бұл салатты жасауға менің бар жоғы 5-10 минут уақытым ғана кетті. Чим-чим соусы барлық дүкендерден табылады. Бұл соус бұл салатта өте маңызды рөл атқарады. Міндетті түрде қосу керек. Себебі иіс беретін, дәм беретін осы соус. Қара бұрыш. Қолымызбен барынша нығыздап араластырамыз. Ингредиенттеріміз жұмсарғанша. Бетіне укроп сеуіп қойсаңыздар болады. Міндетті емес. Алдағы уақытта дәмді әрі сәтті рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.